Путин қазір шын мәнінде өте ырықсыз жағдайда. Ішкі жағынан орыстар оған наразы бола бастады. Ішкі жағынан ашық айғай шыға бастады. Орыстың әлеуметтік желісінде бас көтеру кәдімгідей қауырт болып келе жатыр. Путинді қорқытып отырған сол. Енді ол халықтың назарын басқаға аудару үшін Шығыс Еуропаның бір еліне шабуыл жасауы мүмкін. Немесе Қазақстанды жаулап алады, не біздің сұмырай анау өзі бөлшектеп алдын ала дайындап қойған Шығыс Қазақстанның бір бөлшегін солтүстіктегі шоғылыспен қосып Путин беріп, сонымен Путиннің жаңа жалдамалы үгітшілер Украинды ала алмасақ ала алмаған шығармыз енді. НАТО бірігіп кетті, сол НАТО бірікпесе біз алып кететін едік. Бірақ мына Қазақстанды алдық деп өзінің шовинистік, импершілдік пиғылмен ауыратын қолдаушыларының жаңа көңілін табуы мүмкін. Қысқасы, қазақ құрбандыққа шалынып кетуі бек мүмкін, өте мүмкін. Енді дүние алай-дүлей болып тұр, қалың елім, дәл қазір орыстың зұлымдығынан, Қытайдың зұлымдығынан қорлық көріп отырған қазақпыз. Сол орыс пен Қытай сияқты зұлым көршіміздің отаршылдық саясатының құрбаны болып отырған, көз ашылмаған, ғасырлар бойы өспей, керісінше өшіп келе жатқан бізді өсірмей, көгертпей, көктетпей отырған кім? Орыс пен Қытай. Ал біз Орыс пен Қытайдан құтылу үшін не істейміз? Америка мен Еуропамен одақ болғаннан басқа жол жоқ. Ал диктаторлар неге Американы жек көреді? Себебі Америка айтады, сен таққа жабысып қалдың ба, берсеңші басқаға. Әділ сайлау орнатсаңшы. Түрмеге заңсыз соттама, сот тәуелсіз болсын біздікі сияқты. Сот керек десе президентті де соттасын. Сен тек елді басқаратын менеджерсің, кәдімгі ресторандағы администраторсың. Сен ресторанның қожайыны емессің. Ресторанның қожайыны халық, мемлекет үлкен бір тойхана десек, оның қожайыны халық болу керек. Сен тек уақытша басқарып кетіп қалып, ертең тағы біреуге басқарады. Сен неге бәрін билейсің дейді. Сондықтан диктаторлар Еуропа мен Американы ұнатпайды. Диктаторларға диктаторлар ұнайды. Путин диктатор, Си Цзиньпин диктатор. Сондықтан Назарбаев пен Тоқаев сол Путин менен Си Цзиньпинді жақсы көреді. Оларға Америка ұнамайды. Оны Назарбаев баяғыда айтып қойған. Америка бізге тек ақыл айтады деп. Неге қайтып ақыл айтты? Сотты тәуелсіздендір, ақпаратқа еркіндік бер деп ақыл айтты. Ол Назарбаев ұнамайды. Сондықтан қалың елім қазағым, мына сәбеттік, орыстық, ақпараттық уыттан арылып, тәуелсіз дүниеге, тәуелсіз көзімізбен, тәуелсіз басымызбен ойланып қарау керекпіз. Дүниеге өзіміздің тәуелсіз көзімізбен қарау керек. Қазақты құтқаратын батыстық демократия. Мен батысты мінсіз демеймін. Тағы да ойбай, сен батыстың итаршысың дейді. Батыс мінсіз емес. Бірақ бүкіл адамзатта осы дәл қазір сен батыстан артық заң салтанат құратын жүйені жаратқан басқа жерді таппайсың. Бізге ана арабтың діни радикализмі, фундаментализмі қол болмайды. Өйтсең онда ана Пәкістан, Ауғанстан, Шри-Ланка болып, онда 9 жастағы қызды қатындыққа алып, сорлап, биттеп, сақалымыз биттеп, отырамыз сол. Жаңағы қару жоқ, жарақ жоқ, ғылым жоқ, өндіріс жоқ, медицина жоқ. Жаңа ауырып қалсаң барып, молдаға барып шұқтатып отырасың. Рәкті шұқтап емдегенді көрдің ба? Ғарышқа қиялдап, жаңа кілем бар мекен, сол аңызда айтылған ұшатын кілеммен ұшамыз ба деп, елдер ракетаменен аспан ұшып жүрсе, біз қиялдап отырамыз. Бізді дамытатын да, өсіретін де, өркендететін де жалғыз осы батыстық демократиялық жүйе. Одан басқа бізде таңдау жоқ. Басқа таңдау жоқ. Қалың елім қазағым, көздеріңізді ашыңыздар. Дүниеге орыстың көзімен, Қытайдың көзімен қарамаңыздар. Батыс мінсіз емес, бірақ батыс сол орыстар, сәбеттер құлағымызға сіңіріп, денемізге тура ендіріп, енгізіп тастағандай сұмырай емес. Оларда сот тәуелсіз, үш билік бөлінген, ақпаратта еркіндік. Әрине, мінсіздік жоқ. Мінсіз, әділ, таза, идеал өмір тек Құдайдың патшалығында бар. Ол дүниеде Құдай орнатар, оның өзін көрген жоқпыз. Бірақ мына дүниеде адамзат тарихындағы әділеттілік қазір сол Еуропа мен Америкада ғана бар. Сол орыстың байлары неге баласын Еуропа мен Америкада оқытады? Неге Қытайдың байлары, коммунистері баласын Еуропа мен Америкада оқытады? Неге Си Цзиньпин ана жалғыз қызын Америкада оқытып отыр? Солтүстік Кореядан оқытпады ма?
Путин неғып бүкіл ақшасын Еуропа мен Америкаға тықты? Қытайға апарып тықпады ма? Қазақтың байлары неғып Лондоннан үй сатып алды? Дариғадан сұраңдаршы, Дариғадан. Әй, Дариға апа, неғып сен Лондоннан Шерлок Холмстың үйін сатып алдың деп. Ана Құлыбаевтан сұраңдаршы, Құлыбай, сен неғып ана бүкіл Еуропадан бір өзі $500 миллиард, $1 миллиард доллар тұратын виллаларды, кәстілдерді, қорғандарды сатып алдың? Неге Қытайдан сатып алмадың? Неге Мәскеуден сатып алмадың деп сұраңдаршы. Неге біздің бүкіл әкімдер, сұмырайлар балаларын Еуропа мен Америкадан оқытады? Неге Құлыбайдың ана тоқалы, анау арықтаған есек сияқты тоқалы неғып Еуропада тұр? Мысалы, соны ойлаңдаршы. Неге шалдың інісі, немере інісі, құдаларының бәрінің ақшалары анау Бахама офшорлық есеп шоттарынан, Виргин аралдарының есеп шоттарынан шығады? Өткенде анау құпия құжаттар жарияланды, білесіздер, е? Азаттық радиосында қазақша мәтінде тұр, құпия құжаттары. Е? Жаңа Бахама Papers деді ма? Немене Papers деген жарияланды? Іздеңіздер, ағылшынша білетіндер, қазақтар қазақ және Papers, офшор аккаунттар деп іздесеңіздер Google-ден шығады. Мынандай сұмдық, ол ақшалар енді Құдай сақтасын, бұл сұмырайлардың ұрлаған ақшасын Қазақстанға егер аман-есен қайтарсақ, бүкіл қазақтың анау ең сорлы дегеннің өзі миллионер болады ғой. Ең сорлы анау Қызыл Орданың бетпақ даланың құмында ана алдындағы 5 ешкісін айдап, өмірінде қала көрмеген жаңа бейшара сорлы қазаққа да келіп жаңағы $1 миллион коттеджді жасап бере салатындай ақша жетеді қазақта. Бәрін ұрлап отыр ғой, бермеу керек, татырмау керек қазаққа. Қазақты қайыршығып ұстау керек. Себебі қазақта ақша болса, қарны тойса, ана диктаторларға қарсы күресіп қояды дейді. Міне қазақтың бейшара болып отыратын себебі сол. Жақсы қалың елім қазағым, Америкадан, Қытайдан, Орыстан, арғы бергіден айтқан бүгінгі танымдық саяси ақпараттық шолуымыз осымен тәмам. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бөлісіңіздер, таратыңыздар. Қайталап айтам. Менің атымда аккаунт ашпаңыздаршы, өтініш. Ютубте Серікжан Біләш деп латынша бір аккаунт бар екен. Серікжан Біләшұлы деп кирилше бір аккаунт бар екен. Өтініш аккаунттарыңыздың атын өзгертіңіздерші. Ел жұртқа қате түсініп қалыптасып қалады.